Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым, жаңадан қосылып жатқан оқырмандарым. Бүгінгі видеода шоко-банан пирожныйның рецептісімен бөлісемін. Бұл пирожныйдың да құрамы дүкеннен табылатын ингредиенттерден тұрады. Барлық ингредиенттерді граммен қосып, видеоның описаниясына толығымен қалдырамын. Құрғақ ингредиенттерді араластырудан бастаймыз. Ұнға қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Орташа бананды ұсақтап тураймыз және өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салып алыңыз. Үстіне бірден сұйық майымызды және сүтімізді құйып, блендердің көмегімен еземіз. Бананды толық езіп болғаннан кейін, енді 5 жұмыртқамызды шұңғыл ыдысқа шағып аламыз және де үстіне бірден қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай ағарып өзінің көлемін ұлғайтқанша миксердің көмегімен араластыра береміз. Шамамен қол миксермен 8 минуттай уақыт өтеді. Енді массамыздың үстіне блендермен езіп алынған бананымызды қосамыз және күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз және де күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Астынан үстіне қарай араластыру дегеніміз, қыздар, бұл ұн астына шөгіп қалады. Сол араласпай қалуы мүмкін. Егер де ұн массаға толығымен араласпаса, онда сіздің бисквитіңізде көрініп тұрады бұл ұндар. Енді дайын болған қамырымызды противенге пергамент қағазын төсей отырып пісіріп аламыз. Бұл бисквит өте жұқа болғандықтан қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 5-6 минутта пісіп шығады. Бисквит піскен кезде біркелкі қалыңдықта пісіп шығу үшін қамырды қасықтың көмегімен немесе осындай спатуланың көмегімен біркелкі етіп жайып алсаңыздар болады. Бисквиттің піскендігін зубочистка немесе шпажканы тыға отырып тексереміз. Егер де суқой болып шықса, бұл бисквит пісті деген сөз. Енді бөлме температурасында толығымен соғылған бисквитті өткір пышақтың көмегімен ортасынан теңдей етіп екіге бөліп аламыз. Енді пирожныйға крем дайындаймыз. Өте суық сметананың үстіне сахарная пудрамызды қосамыз да миксердің көмегімен араластырамыз. Сахарная пудра сметанамен толық араласқаннан кейін Қазақстан шоколадын микроволновкаға ерте отырып, кремімізге қосамыз. Барлығын бірден қосып жібермейміз. Екіге бөле отырып қосамыз. Крем толығымен дайын, енді пирожныйларымызды жинаймыз. Бисквиттің бір бөлігіне кремнің жартысынан көп бөлігін жағамыз. Спатуланың көмегімен жағу өте ыңғайлы, қыздар, немесе қасықтың көмегімен жасаңыздар. Бисквиттің екінші бөлігін қоямыз. Енді қалған кремімізді осы бисквиттің үстіне жағып шығамыз. Бисквитке крем толығымен сіңу үшін кем дегенде 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бір түнге қойсақ тіптен керемет болады. Енді осы пирожныйдың бетін әрлеу үшін жаңғақ үгітілген немесе үккіштен өткізілген шоколадты сепсеңіздер болады. Пирожныйымыз толығымен дайын болды. Өте өткір пышақтың көмегімен 4 жағын тегістеп кесіп шығамыз.
Енді видеодан көріп отырғандарыңыздай дастарханға қалай өздеріңізге қоюға ыңғайлы солайынан кессеңіздер болады. Менде 12 штук шықты. Осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Егер рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және кез келген комментарий қалдырыңыздар.